Ұйқысыз түндер, қобалжу, қысым, стресс. Бұл ұбт тапсыратын әр оқушының сезімі. Өмірдің бұл сынағында балаңызды қалай қолдау керектігі жайлы тілшіміз материал әзірледі. Ұлттық бірыңғай тестілеу кез келген мектеп түлегінің қорқынышы. Қоғамда аса мән берілетін бұл емтихан баланың да, ата-ананың да уайымы. Құласам не істеймін деген сияқты сұрақтар сол кезде мені күйзеліске түсіріп жіберді. Және де сондай сәттерде сенің оқуға деген ынтаң да бәсеңдей түседі. Күйзеліске түскен сәттерде ата-анаңның қандай жағдай болмасын, сені оқытамыз, ешқандай уайым болмасын деген сияқты сөздері ол сол сәттегі ең үлкен қолдау болып келеді. Біз саған сенеміз деген сөздің өзі ол үлкен жаңағы көмек. Ата-ананың қобалжуы, эмоциясын басқара алмауы бейсаналы түрде балаға әсер етеді. Мой ребенок участвовал в нескольких конкурсах. Балам көптеген жарыстарға қатысып, жүлделі орындарды иеленіп жүрген. Мен оған жоғары талап қоятынмын. Қиын тапсырмалар беріп, оны көп оқуға мәжбүрлейтінмін. Осылайша ол эмоционалды күйзеліске ұшырады. Таңдаған мамандығына деген көңілі суып тастағысы келді. Кейін шамадан тыс жоғары талап қою арқылы оған психикалық қысым көрсеткенімді түсіндім. Балама, маған ана ретінде сенің бақытты болуың жеткілікті. Жүлделі орындарың болмаса да, лауреат атанбасаң да, сен маған қымбатсың, денің сау болса болды деп айттым. Емтиханды сәтті тапсырып, оған деген қорқыныш сезімін азайту мақсатында мамандардың айтуы бойынша 3-8-лік техникасын сақтаған абзал. Яғни 8 сағат ұйқы, 8 сағат жұмыс және 8 сағат өзінің қызығушылығына уақытын арнау. Сондай-ақ бала мен ата-ананың болашаққа деген ойларын талқылау маңызды. Изначально, когда ребенок подходит к этому. УБТ-ға дайындықты баланың қызығушылықтарын ескеріп, оның қабілеттеріне сай мамандық тізімін жасаудан бастау қажет. Қоғамда көп тараған мамандықты таңдау міндетті емес, бастысы жүрегіңізге жақыны. Көп оқушылар УБТ-дан қорққандықтан дайындықты бастай алмай жатады. Мен қалай дайындалам, не істеймін, дайындықты қалай бастасам болады, дайындалып үлгеремін бе, жоқ па, осындай сұрақтар мазалағандықтан олар дайындықты әрдайым кейінге қалдырады. Егер сіздің балаңыз УБТ тапсырса, балаңыздың сөздеріне құлақ түре жүріңіз. Ол сіздің қолдауыңызға мұқтаж.